Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен балалардың тәттісі кереметтей дастарханыңызға сән беретін протеифроли дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдымен қалыңдау таза ыдысымызға сүтімізді, суды, сармайды салып, отымызды қосып, майымыз ерігенше араластырамыз. Майымыз еріді, енді үстіне кішкене қант, чым-чым тұз салып араластырамыз. Енді үстіне міндетті түрде сизадан өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай қайнаған кезде саламыз онда. Тез-тез араластырамыз. Енді венчиктің күші келмейді. Енді күрекшемізбен осылай араластырып тұрамыз. Ұнымыз сұйықтықты өзіне сіңіргенше осылай тоқтамай араластырамыз. Мінекей ұнымыздың сұйықтықты сіңіргенін астына бір слой қалғанда білеміз. Мінекей астында бір слой қалды. Біздің ұнымыз толықтай суын сіңірді. Енді таза ыдысымызға салып, кішкене қолымыз күймейтіндей болғанша суытып, үстіне жұмыртқамызды екіге бөліп салып, осылай араластырамыз. Мінекей осылай қоюланғанша жұмыртқамызды екіге бөліп салып араластырып алдық. Енді мешочкке барлығын саламыз. Противенге барлығын осылай орналастырып шығамыз. 180 градуста қыздырып 25 минут пісіреміз. 25 минуттан кейін духовкамызды 150 градусқа қойып 10 минут кептіреміз. Мінекей арасы осындай әдемі болып көтеріледі. Енді астын осылай тесіп, арасына кез келген кремді пайдалануға болады. Мен вареный сгущенка қойдым. Мінекей осындай болып шықты. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен көптеген рецепттерде бөлісетін боламын.